айткым келетини күнделік кезетке жүктөөдү талап этүү ол заңга кайшы деп ойлойм. Неге десеңиз, 130 буйрукта анық және түсінікті етіп жазылған, КМЖ ол күнделікті талап етіледі, әр сабаққа талап етіледі. Және ол не қағаз түрінде болмаса Word немесе PDF түрінде бар болса жеткілікті делінген. Алайда мектеп әкімшілігі, әсіресе Шымкент қаласында, Шымкент қаласында мектеп әкімшілігі күнделік кезетке КМЖ-ны жүктеуді талап етеді. Сөйтеді де, бұл КМЖ-ның жүктелуін күнделікті күн тәртібінен түсірмейді. Ол қалай? Енді менің білетін тетігі. Осы КМЖ-ны күнделікке жүктетудің тетігі былай істелінеді. Мектеп әкімшілігі бірінші педкеңесте, яғни тамыз айындағы педкеңесте педагогтерге ұсыныс жасайды. КМЖ-ны күнделік кезетке жүктейсіздер ме? Сөйтеді де, жаңағы сол жерде педагог ұжымын, енді былайша айтқанда, сол қаулыға қол көтеруіне мәжбүрлейді. Бұл ашығын айту керек. Неге десеңіз, ол жерде бір ғана нәрсені ұсынбайды, бірнеше түрлі мәселелер ұсынады. Соның ішінде кейбір жағдайда өзім куә болғаным, айтылмаған қаулыларды жазып береді хаттамаға. Енді осы жерде жаңағы заңсыз КМЖ-ны күнделік кезетке жүктеуді осылай педагогикалық кеңестің шешімімен заңдастырып алады. Алайда бізде өзі заңдардың реттілігі бар. Конституция бірінші тұрады, екінші кодекс тұрады, одан кейін заңдар тұрады, одан кейін бұйрықтар тұрады деген. Ал бірақ осы заңдар, жаңағы мектептің ішінден шығып жатқан бұйрықтар, сол заңдарға немесе жоғарыда бекітіліп қойған бұйрықтарға қарсы шықпау керек. Енді күнделік кезет дегеніміз не? Күнделік кезетіміз ол жаңағы бұрынғы журналымыздың электронды нұсқасы ғой. Енді күнделік кезетте ол бір белгілі бір адамдардың шығарған дүниесі, ыңғайлы, бірақ енді ол жерде бірнеше түрлі тетіктер бар. Мысалға, КМЖ жүктейтін тетік бар, КТЖ жүктейтін тетік бар. КТЖ-ның өзін біз міндетті деп қараймыз. Неге десеңіз, осы пікірдің өзі дұрыс емес. КТЖ ол нақты бұйрықта берілген. Мынандай бөліктер болу керек деген. Мысалға, мақсаты болу керек, оқу мақсаты болу керек. Алайда күнделік кезеттегі КТЖ-да тек қана бөлімнің атауы менен тақырыптың атауы жазылады. Бірақ бұны біз КТЖ деп атай алмаймыз. Бұл кәдімгі тақырыптың тізбесі. Ал ол жерде оқу мақсаттары болмайды. Дұрыс па? Дәл осындай КМЖ-ны да талап ету дұрыс емес. Неге десеңіз, ол жерде жаңа КМЖ-ны жүктеу тетігі бар, онлайн сабақ ұйымдастыруда тетігі бар. Енді біз күнделік кезеттің әрбір тетігінің талаптарын орындай беретін болсақ, біздің оқушымыз, білім сапамыз, оқу процесі бір жақта қалады. Мұғалім тек қана сол күнделік кезеттің әрбір қалайша айтсам болады. Сол күнделік кезетті тапқан, яғни құраған адамдардың біз жетегінде жүреміз ғой, былайша айтқанда. Тек қана сол кісілердің пікірімен. Мысалға, оның ар жағында күнделік кезетті дайындаған адамдар педагог па? Оның соншалықты бір маңыздылығы бар ма, жоқ па, оны біледі ма деген сұрақтарға біз бірінші жауап іздеп алуымыз керек та. Енді және мен уақытым бар кезде айта кетейін. Сондай бір жағдайлар бар. Педагогикалық ұжымның чатында күнде таңертең осы КМЖ-ның жүктелуі талқыланады. Талқыланып қана қойылмайды. Ол жерде әрбір сол КМЖ-сы 100%-ға толмаған педагогтердің атауы жазылады. Менің ойымша, бұл педагогтарға жасалған буллинг. Неге? Себебі педагог ар жақтағы КМЖ-сын жүктеу керек, ана жақтағы КТЖ-сын реттеу керек, ол жаңағы дыбысын шығармау керек. Былайша айтқанда педагогтердің үнін өшіру ғой, ашығын айтқанда. Енді сондай бір жағдайларды естіп жатырмыз. КМЖ жүктемеген үшін шара да көреді екен. Шараның білесіздер түр. Сөгіс, ескерту, одан кейін сөгіс, қатаң сөгіс. 3 рет КМЖ жүктемесе, сонда жұмыстан шығаруға негіз болады. Ал бұл заңды ма? Еңбек кодексі бойынша өзі жұмыстан шығарудың да,
шара көрүүнүң де өзүнүн реттилиги бар. Алайда осы күнделикти кезетте кмж жүктөө тетиги ашылды экен деп, сол боюнча мугалимдердин үнүн өчүрүү немесе ол мугалимди жумуштан чыгаруу максатын койсо, unda суд менен жеңип алат. Бирок алайда бул диктаторлук бир түрү го.